Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен небәрі 5 минутта дайын болатын өте дәмді грек салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қиярымыз бен черри қызанағын дәл осы видеодағыдай турап аламыз. Қиярымызды 4-ке бөліп, барлығын осылай турап шығамыз. Черри қызанағында 4-ке бөліп турап шығамыз. Егер сізде бұндай қызанақ болмаса, кәдімгі үлкен қызанақты алып турасаңыздар болады. Осылай ұсақтау етіп барлығын турап шығасыздар. Салатыңызға осындай сыр қолдансаңыздар болады. Енді бұны 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Салатымызға заправка дайындаймыз. Зәйтүн майына, орегано, татымына қарай тұз бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және соңында салатымызға осындай оливке қосатын боламыз. Салатымызды араластырып, одан кейін тарелкамыздың үстіне осындай салат жапырақтарының әсемдік үшін салып шығамыз. Одан кейін оның үстіне жаңағы салатымызды салып шығамыз. Салаттың үстіне соустың жарты бөлігін құйып, одан кейін сыр мен оливкені осылай қойып шығамыз. Соустың жарты бөлігін құйып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.